Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін дәмді құймақ дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға айранымыз бен суымызды қойып, газға қойып, жылытып аламыз. Айранымыз жылығанша басқа ыдысқа жұмыртқамызды жарып, оның үстіне шекер мен тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң жылыған айранымызды ыдысымызға құямыз. Айранды араластырып болған соң ұнымызды екі бөлікке бөліп салып араластырамыз. Массамыз біркелкі болған соң үстіне соданы саламыз. Осымен массамыз дайын. Табамызды газға қойып қыздырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Сосын құймағымызды құямыз. Баяу отта құймақтарымыздың екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Құймақтарымызды баяу отта пісіру керек, сонда арасы шикі болмай жақсы піседі. Осымен құймақтарымыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте тез әрі оңай және жақсы көтеріледі, арасы воздушный болады. Құймақтар өте дәмді, барлықтарыңызға ас болсын.